күйеуім енді ол әйелінің қазақ қоғамында оқуын қолдау үшін шетелге өзінің жұмысын, ол хирург, травматолог жұмысын қаншама жыл оқыған тоқтата тұрып кету кез келген ер адамның орнына қолынан келмейді. Және де әйелінің осындай дәрежесі мен жаңа амбициясын көтере алу, ол ер адамның өзінің мақтылығымен өзіне деген сенімділігін көрсетеді. Көбісін көтеріліп келе жатқан әйелді үйден сындырады. Көп әйел үйден сынады. Адамның түрінен көрініп тұрады. Бақытты әйел үйіндегі күйеуінен көп жаңағы қолдау алатын, оны жақсы көретін. Шынымен де әйел сенімді болады, ештеңеге қарамайды да, біреу не айтып тыңдамайды да, оны күйеуі қолдап отыр. Сондай болады. Ал егер де бүкіл әлем сені молодец деп тұр, бірақ менің ойымша, Алла сақтасын, мен соны сезінбегеніме қуанам, күйеуің саған ең жақын адамың, сен ондай емессің десе, әйелдің өзіне деген сенімділігі сынады деп ойлаймын. Сол жерден 100 миллион адам айтсын оған сен күштісің деп, бірақ күйеу айтпаса, маған сенімділікті беретін де, көбінесе менің күйеуім көмектесетін де, өте керемет әке.